Assalamu алейкум баршаңызға. Бүгін осындай нан қосып қуырдақ жасайтын боламыз. Нан қуырдақ деп те атасақ болады. Ең алдымен етімізді ірілеу етіп турап аламыз. Одан кейін қазанымызға сұйық майымызды құйып қалыпты мөлшерде. Одан кейін етімізді үстінен салып, етімізді қызарғанша қуырып алатын боламыз. Етіміз қызара бастаған кезде бір қасық тұзымызды салатын боламыз дәміне қарай. Одан кейін қызыл бұрыш саламыз. Дәміне қарай зира салатын боламыз. Тұз салған бөлімі түспей қалыпты. Енді жақсылап тоқтамай араластыратын боламыз. Өйткені асты жабысып қалмас үшін осылай тезірек араластырып, одан кейін 2 ожау ыстық су құятын боламыз. Суымызды құйып болғаннан кейін үстінен нандарымызды қойып шығамыз. Неке осылай нандарымызды бетіне қойып шығатын боламыз. Аяқ астынан қонақ келіп қалса, осылай жасап берсеңіздер, өте оңай жасалады, әрі дәмді болып шығады. Осылай нанымызды қойып болғаннан кейін бетін жауып, отымызды басып, 25 минут ұстаймыз. 25 минут буда ұстаймыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай дайын болды. Өте жұмсақ болып шықты наны. Осылай нанын шетіне дізіп, ортасына қуырдағымызды салатын боламыз. Мінекей осымен қуырдағымыз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.